Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен геометриялық ықтималдық тақырыбында А деңгейінің есептерін талдап көрсететін боламыз. Ең алдымен бірінші 32-де бірінші есеп: үстелге ойын сүйегі лақтырылды. Бірінші ойын сүйегінде 4 ұпайдың, екінші ойын сүйегінде жұпсанды ұпайдың түсу ықтималдығын табыңдар. Ең алдымен жалпы А оқиғасының ықтималдығы n бөлінген n формуласымен анықталады. Бұндағы n бізде жалпы сан, n бізде қолайлы оқиғалар саны. Енді ойын сүйегінде жалпы бізде 6 оқиға болады. Яғни n бізде 6-ға тең, ал біріншісінде ойын сүйегінде 4 ұпайдың түсу ықтималдығы ол біреу ғана болады. Яғни 4 ұпайдың түсуі бір ғана жағдайда кездеседі. Сонда бізде бірінші ойын сүйегінде 4 ұпайдың түсу ықтималдығы 6-дан 1-ге тең болады екен. Екіншісінде ойын сүйегінде жұпсанды ұпайдың түсу ықтималдығы, яғни 6-ға дейінгі сандардың ішінде жұпсан, ол бізде жұпсан 3 рет кездеседі, 3 жұпсан 3 тақсан кездеседі. Сондықтан 6-дан 3 болады, ол бізде 2-ден 1-ге тең болады екен. Келесі 32-де екінші есепте ұзындығы 1 см болатын кесінді бойынан кездейсоқ алынған нүктеден кесінді ұштарына дейінгі қашықтық 4-тен 1-ден аспауының ықтималдығын табыңдар. Кішкентай L бізде ол 1-ге тең, үлкен L 4-тен 1-ге тең. 1-ден 4-тен 1-ді азайтамыз, 4-тен 3-ке тең, 4-тен 3-тен 4-тен 1-ді азайтамыз, 4-тен 2-ге тең, ол тең 2-ден 1-ге. Демек, n-тен 1-ге, m-тен 2-ден 1-ге, демек 0,5-ге. Демек, 0,5-ті 1-ге бөлеміз, 0,5-ге тең болады екен. Келесі, қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іштей салынған. Не суретте көрсетіліп тұр. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Демек, біз S үлкен ауданды және S кіші ауданды табуымыз керек. S үлкен бізде ол квадраттың ауданы А квадратқа тең, демек 2-нің квадраты 4-ке, S кіші аудан 1-дің квадраты 1-ге тең. Бұл жағдайда бізде n тең 4-ке болады, m тең 1-ге болады. Демек, ықтималдығы 4-тен 1-ге, ол тең 0,25-ге тең болады екен. Келесі 32-де 4-ші есеп алдындағы есепке кері есеп болып табылады. Демек, қабырғасының ұзындығы 2 см квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іштей салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болмауының ықтималдығын табыңдар деп тұр. Демек, оқиғаға кері оқиға, яғни болымсыз болмауының деп тұр. Оқиғаға кері оқиғаның ықтималдығын табу үшін біз болу ықтималдығы 1-ден азайтамыз болуының ықтималдығын. Демек, 1-ден азайтамыз 0,25-ті, ол бізден 0,75-ге тең болады екен. Келесі 32-де 5-ші есеп: радиусы 2 см дөңгелектен кездейсоқ Б нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іштей салынған. Б нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығын табыңдар. Үлкен R бізде 2-ге тең, яғни дөңгелектің ауданы πr квадратқа, демек үлкен дөңгелектің ауданы 4π-ге тең болады. Кішкентай R-тен 1-ге, демек кішкентай дөңгелектің ауданы π-ге тең. Бұл жерде n бізде 4π-ге, m бізде π-ге тең. А оқиғасының ықтималдығы m бөлінгеннен, демек π бөлінген 4π. Ол бізде 4-тен 1-ге тең болады екен. Яғни Б нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығы 4-тен 1-ге тең. 32-де 6 жаңағы есепке кері есеп болып табылады. Демек, радиусы 2 см дөңгелектен кездейсоқ Б нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іштей салынған. В нүктесінің іштей салынған дөңгелекке тиісті болмауының ықтималдығы. Демек, 1-ден 0,25-ті азайтамыз, 0,75-ке.
яғни болмауы терістік белгісімен белгіленеді, яғни p-ның үстінде сызықшасы болады. 32-де 7-ші есепте радиусы 3 см шардан кездейсоқ v нүктесі алынды. Осы шарға радиусы 2 см болатын шар іштей салынған. V нүктесінің іштей салынған шарға тиісті болуының ықтималдығын табыңыз. Шардың көлемінің формуласы 3-4 πr куб. R тең болады 3 болған кезде үлкен көлем V үлкен 3-4 π көбейтілген 3-тің кубы, яғни 27. Келесі R тең 2 болғанда V кіші көлем 3-4 π көбейтілген 2-нің кубы, яғни 8. Бұл жерде n бізде керек барлық нәтижелер саны V үлкен, ал керек нәтижелер саны V кіші болып табылады. Яғни А оқиғасының ықтималдығы 3-4 π көбейтілген 8 бөлінген 3-4 π көбейтілген 27. Демек, 3-4 пилар өзара қысқарып кетсе, 27-тен 8 деген жауап шығады екен. Келесі 32-де 8-ші есепте жаңағы есепке кері есеп p терістеу, демек бірден азайтамыз, я? Бірден азайтамыз 27-тен 8-ді, ол тең болады 27-тен 19-ға. Осымен А деңгейінің есептері аяқталды. Келесі видеода V деңгейінің есептерін шығарып көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар.